Қазақстан кинематографына енді жаңа есім қосылмақ. Ол Али Оқапов, жаңа піскен фильм продюсері. Алғашқы қадамын ол анасы Роза Қуанышқызы туралы толықметражды көркем фильм түсіруден бастамақ. Бұл картинаны түсіру идеясы 2 жыл бойы қарастырылыпты. Бірақ осы жолы өзіміз қолға алып, неге көрмеске деп бастадық осы жобаны. Қорқыныш бар, қобалжу бар, бірақ менің ойымша әр адам бір білмейтін нәрседен қорқады ғой. Бірақ ақырындап қадам басып, осылай қазір өз ойымызды жүзеге асырмақпыз. Сондықтан дәл қазір бірінші рет айтудамыз ресми тұрғыда сіздерге. Әрине, қобалжусыз болмас. Себебі Роза Қуанышқызы туралы туынды түсіру аса жауапкершілікті талап етеді. Бұл фильм туралы ұлы тұлғаның өзі толығырақ айтып берсін. Бұл фильмді біз үшін түсіру ерекше қуаныш, бір жағынан себебі біздің өзіміздің отбасымыздың басынан өткен өмір. Бұл енді кез келген әйелдің басынан өтетін қиыншылықтар. Себебі мен сияқты жалғыз басты аналар көп, бірақ соған қарамастан барлық қиыншылықты жеңіп, балаларын өсіріп, өзі де жоғары бір деңгейге көтеріліп, бақытты болған аналар көп. Сондықтан осындай фильм жасалса деп өзім ойлаймын. Ең бірінші осы фильмді өзіміз жасайық деп ұсыныс жасаған Әли. Роза ханым туралы картина түсірейік деген талай режиссерлердің арасынан таңдау Қайыржан Орынбековке түсіпті. Бір қызығы, өзінің жобасына Алиді актер ретінде қабылдамаған Қайыржан енді Алиге бас продюсер ретінде қарайтын болады. Оған қоса фильмнің музыкалық продюсері де таңдалып қойыпты. Роза туралы кино музыкасыз енді болмайды ғой. Мысалы, оны елестету мүмкін емес. Сондықтан соның барлығын дұрыс атқарып жасау үшін менің ойымша ең үздігін таңдаған сияқтымын, яғни музыкалық продюсері Эмиль Досов. Бірақ мұнда Али мен Мадидің атсалысуынсыз болмас. Жігіттер де аналарына арнап туындылар жазады деген үміттеміз. Айта кетейік, Роза Қуанышқызының өзі де бір талай әндер дайындап жатыр екен. Алайда әндерді талдау да, актерлік құрамды бекіту де барлығын шешу Алидің мойнында. Әрине, ең бірінші жаңа әндер, себебі бүгінгі күннің әңгімесін айтамыз, бүгінгі өмірді көрсетеміз, бүгінгі көзқарас. Сондықтан ол әндердің тақырыбы бұрынғыны да еске алу, келешекке де үлкен үміт. Мен ертеңіме сенемін деген сияқты ғой енді. Өмір жалғасып жатыр деген сөз. Жаңа жобаның бас демеушісі болып отырған Роза Рымбаеваның әлеуметтік қоры. Оның да бастығы Роза ханымның тұңғышы. Жалпы қазақ эстрадасының примадоннасы туралы бұл картина қызыққа толы болмақ сияқты. Мен сахнада жүргеніме 46 жыл болды. Осы 46 жыл өмірім халықтың көз алдында келе жатыр. Сондықтан ерекшеліктер болу керек, қызық оқиғалар болу керек, ойламаған жерден болатын тосын жағдайлар болу керек. Айта кетейік, сіз де бұл фильмге фонд арқылы көмек көрсеткіңіз келсе, жұлдызды отбасынан жаңалықтар күтіңіздер. Ал біз жобаға сәттілік тілейміз.